Ұлттық экономика министрінің орынбасары Қайырбек Өскенбаев журналистерге берген сұхбатында қазақстандық жердің 1,1 миллиметрі шетелдіктерге сатылмайды деді. Жалға алғанның өзінде заңға сәйкес қолданады, әрі бұл қатаң бақылауда болады. Вице-министр сұхбат соңында біреулерге еліміздегі тыныштықтың ұнамайтынын, таяу шығыс елдеріндегідей дүрбелеңді қалайтынын айтып, біз бұған жол бермейміз, себебі бірлігі мол халықпыз деп түйіндейді. Ал бас прокурор Жақып Асанов болса жер мәселесі жөнінде дақпырт таратқандар жазаға тартылатынын ескертті. Мәлімдемеде айдап салатын және заңсыз акцияларға қатысуға үндейтін деректердің, ал оларда ұлттық араздық тудыру белгілері бар екен айтылады. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев жердің шетелдіктерге сатылмайтынын құрғақ сөзбен айтып қана қою жеткіліксіз деді. Заң нормаларының дұрыс қолдануын құқықтық жолдармен қамтамасыз ету керек. Жер мәселесін 7 күн тілшілері де 1 апта бойы зерттеді. Мақпал Мадиярова түсіндіреді. Жер кімге сатылады? Тек қана қазақстандықтарға ғана сатылады. Қалай сатылады? 1 миллиметр жерде жаңағы көрінеу болмай өтпеу керек. Кімге тиімді? Жер жұмыс істеп жатқан жұмысшылардың қолында болуға тиісті. Қазақстанда ауыл шаруашылыққа арналған жердің жалпы аумағы 100,8 миллион гектар. Жалға берілгені 99,5 миллион гектар. Ал 1,3 миллион гектар жер жеке азаматтардың меншігінде. 2016-ның 1 шілдесінен бастап республика бойынша 1,7 миллион гектар жер аукционмен сатылады. Түскен қаржы бюджетке емес, ұлттық қорға құйылады. Тек қана қазақстандықтарға ғана сатылады жер. Ол қазақстандықтарға сатылатын жердің себебі ол біріншіден біздің ойымыз ашық түрінде жер таратылу керек. Міне аукцион арқылы шығарды. Осы біздің қазақстандықтар, осы ауылдың тұрғандар өздері қатысын, өздері алсын деп отырмыз. Жер кодексін жаңартудың басы-қасында болған ұлттық экономика министрлігіндегілер мұндай өзгеріс қажет болды дейді. Өйткені халықтың 42% ауылда тұрса да, ауыл шаруашылық саласы ақсап, жалға берілген 100 миллион гектардай жер толық игерілмей жатқан көрінеді. Мәселен, бір ғана мысал, Ақмола облысындағы Қажымқан ауылы, елді мекен маңында күрек тимеген құнарлы жерлер құры тұр. Қолға алып дәнегетін пенде жоқ. Егер мына жерден бірдеме ашып, біреу огород егіп немесе құс ұстап хотя бы құс фермасын ашса, бәріміз, балаларымыз, келіндеріміз, ана балаларын мен бағып отырмын, байлаусыз бұзау сияқты баратын жеріме де бара алмаймын. Ал лучше келін сол жерге барып жұмысқа тұра салатын еді, санды алып таксиге ақша кетірмей. Ал солтүстіктегі ағайын жердің игілігін көріп отыр. Қолда бар 30 мың гектарға егін егеді, басқа да көкөніс өсіреді. Ауыл тұрғындарының да әлеуметтік жағдайы жақсарған. Ерінбесең, еңбегің нәтижесін береді әрине. Бұл жермен айналысу оңай жұмыс емес. Ең алдымен жақсы өнім алу үшін инвестиция ақша салу керек. Алғабын жабу керек, уақытында егінді себу керек, уақытында жинау керек. Оған енді қазір шығып жатыр, неше түрлі гербицид жасау керек. Жұмысты істесең ғана саған жер ғана пайда береді, өнімін көп аласың. Жер бала сияқты күтім керек. Адам өз баласын ғана барын салып күтеді. Демек, жекеменшікке беру, жердің бабын келтіру, ұқыпты қарауға міндеттеу. Мысалы үшін оңтүстік жақта, мысалы Мақтаарал жақтарда білесіздер, ызасу дейді ғой, көтерілгенде оған дренаж жасап отырады. Ол кезде кеңестің кезеңінде білесіздер, оған арнайы түрде ақша бөлінеді. Қазіргі біздегі қарым-қатынас, біздегі экономика, нарықтық экономика кезінде оны бөліне бермейді ғой. Сондықтан оның нақты бір иесі болмаса, пайдаланады, тастап кетеді. Сосын уақытша пайдаланған ол ақшасын салғысы келмейді, ол нарықтың заңы. Ал ол өзінің меншігінде болатын болса, ол басқаша өзім дегенде өгіз қара күшім бар дейді, қазақ айтады. Жерді жекеменшікке беру әлемде бар тәжірибе. Мәселен, Франция мен Германияда ауыл шаруашылығы жерлері белгілі бір әулеттің иелігінде болады. Ал Польша, Венгрия, Румыния, Болгарияда жерді сатып алғандар 3-5 жылға дейін оны қайта саудалауға құқығы жоқ. Бельгияда жалға алу мерзімі 9 жыл ғана. Ал Швециядағы ауыл шаруашылық жерлердің 43% жекеменшікте, қалғаны жалға беріледі. Италияда қалталы шаруаға жерді игеруді міндеттейді. Алайда бұл елдердің бәрінде жер үнемі бақылауда. Кімнің қалай жерді кәдеге жаратып жатқанын жиі тексереді құзырлылар. Мұндай бақылау бізде де болады. Егер жер тиімсіз пайдаланатын болса, онда тиісті әкімшілік шаралар қолданылады. Тіпті мәжбүрлеп қайта алып қою мәселелері қаралатын болады. Мен ойлаймын, бұл шаралар біздің жеріміздің
сапасын сақтауға өте үлкен мүмкіндік тудырады. Осындай қатаң тексерістер нәтижесінде мемлекеттің қорына игерілмей жатқан 3 миллион 100 мың гектар жер қайтарылған. Ал жерді 49 жылға жалға алған қазақстандық не істемек дейсіз ғой? Егер ол жерді жақсы пайдаланып, жемісін жеп отырса, ешкім одан тартып алмайды. Аукционсыз-ақ қажет соманың 50%-ын беріп, қалғанын 10 жылға бөліп төлеуге келісіп, жеке меншігіне өткізуге толық құқығы бар. Жерді 49 жылға жалға алғандардың бірі қарағандылық Игорь Жабяк 16 мың гектарды 10 жыл бұрын алған. Бүгінде қарағандылықтарды ғана емес, Қазақстанның жартысын картоппен қамтып отыр. Игорь жерді жалдағанда 49 жыл өтпестей көрінген, алайда оны баптап бағып жүріп, жылдардың қалай зулағанын сезбей қалдым дейді. У нас, когда землю стали давать в аренду 49 лет. Негізі 49 жылға бәріне жалға берді кезінде. Тек жалғаулар ғана алмады. Бірақ көбі қолына жер актісі тиген соң ары қарай қалай пайдаланатынын ойланбады. Қазір мемлекет бәрін реттеп жатыр ғой. Меніңше дұрыс. Ауыл шаруашылық жерлері бос тұрмау керек. Ол жұмыс істеу қажет. Айтпақшы, жерді шетелдіктерге жалға беруге 2003 жылғы жер кодексі рұқсат еткен. Мерзімі 10 жыл еді. Жаңа кодекс бұл уақытты 25 жылға созды. Жердің жайын, қаражаттың есебін жақсы білетіндер, кәсіпкер осындай ұзақ мерзімде ғана салған ақшасын қайтарып, табысын еселеуге мүмкіндік алады дейді. Жалға алған адамдардың сол жерге әлде қайда ұқыптырақ қарауын көздейді. Келе салып кете салу емес, ұзақ уақыт асықпай, тыңайтқышын салама, өңдейма, тиісті жаңағы лизинг басқалардан техника алама, несие алама, асықпай кең ауқымда жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін. Бүгінгі күні 65,3 мың гектар жерді шетелдіктер уақытша пайдаланып отыр. Ақтөбе мен Жамбыл облысы алдыңғы шепте. Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында инвесторлар мүлде жоқ. Батыс Қазақстан мен Қарағанды аймағында тым аз. Жұрт айтып жатқан Қытай елінің азаматтары 282 гектар ғана жерді пайдалануда. Жалға алушылар қатарында 19 мемлекеттің өкілі бар. Ең белсенділері Ресей, Кипр, Біріккен Араб Әмірлігі. Жаңа кодекске сәйкес, шетелдіктер жалға алған жерлерді әрбір 2 жыл сайын тексеру, қадағалау көзделген. Жеке меншігіндегі жерді шетелдікке сатуға азаматтың құқығы бар ма? Қазақстан азаматына сатуға? Құдай сақтасын, ондай құқық жоқ. Шетелдікке берген жағдайда ол автомат түрде аренда жалға берілу болады. Бұлайша ол бере алмайды. Бұл жерде жеке меншігі болса да бере алмайды, бермейді. Сондай-ақ шетелдік азаматтарға берілетін жер аумағы шектеулі. Шекара маңындағы жерлер ешкімге жалға берілмейді де, сатылмайды да. Ал жерді сатып алған қазақстандық оған не егем десе де, инфрақұрылымын жақсартам десе де, Күнбағыстан бас тартып сүт фабрикасын салам десе де, өз еркі. Әкімшіліктің рұқсаты қажет емес. Мақпал Мадиярова, Лилия Шаймарданова, Айбек Сексенұлы аймақ тілшілерінің көмегімен 7 күн.